Келесі жасайтын затымыз, яғни ол записке трек ашу. Тректі ашқаннан кейін рекорд арында басамыз, және MIDI-дің орнына сіздің микрофоныңыз қай жерге жалғанып тұр, картаңыздың қай каналына жалғанып тұр, сол канал таңдаймыз, және жұлдызшаны басамыз да запись жазамыз. Мысалы, записті жазып алғаннан кейін, келесі қайырма, немесе бридж, немесе бэк вокалды жазу үшін оң жағын басамыз, тректің үстінен, және дубликейт деп басамыз. Дубликейтті басқаннан кейін каналдың үстіне тек рекорд арында басамыз. Инпутты өзгертпейміз, өйткені біз автоматикалық түрде бірінші каналдың настройкасын өзімізге көшіріп алдық. Және де дәл сол сияқты қайталауға болады. Мен әрқашанда әншілердің дауысын жазу үшін белгілі бір программа құрып алғам, соны қолданамын. Ол былай: тректің үстіне барамыз, мышканың оң жақ кнопкасын басамыз, және Insert Track from Template-дің ішінен Vocal New программасын қолданамын. Менде автоматикалық түрде бұл жерде трек ашылды, яғни запись жазатын трек бөлімі және группа. Reaper'де группа жасау өте оңай. Мысалға, сізде көптеген тректер бар дейік. Егер сіз осы екі тректі группаға салғыңыз келсе, осы екі тректі белгілеп аламыз. Shift немесе Ctrl мен қалаған трегіңізді, және мышканың сол жақ батырмасын ұстап көтере отыра, үстіңгі трек панелға көтереміз. Яғни бұл трек панел бізде группа болады. Сіз бұл жерге плагиндер қолдана аласыз, және де посыл и возврат істей аласыз. Ал группадан тректерді шығару үшін X кнопкасын басамыз. Қайтадан қосу үшін плюс кнопкасын басамыз. Мысалға, сізге осы тректі және осы тректі группаға қосу керек. Ол үшін не істейміз? Ctrl-ды басамыз. Керек тректің үстіне тағы да Ctrl-ды басамыз, және көтере отыра осы группаға алып келеміз. Және де бұл жерде сонымен қатар үстіңгі стрелканы бассаңыз, ол группаның ішіндегі тректерді кішірейтеді немесе ұлғайтады. Тағы да екінші нұсқасы бар. Ол горячий клавишмен жасалады. Мысалға, мен 4 тректі группаға қосқым келіп тұр. 4 тректі белгілеп аламыз. Shift, мышканың сол жақ кнопкасымен соңғы тректі басамыз, және де клавиатурадан F кнопкасын басамыз. Бұл жерде менде группада плагиндер тұрады, запись барысында. Яғни ол бірінші FabFilter Pro Q, керек емес низкий частоталарды алып тастаймыз. Екінші Автотюн, Antares. Бұл жерде қалаған тональностьімізге ауыстырып аламыз. Routing Speed'ті әншінің немесе өзіңіздің ыңғайыңызға байланысты қойып алсаңыз болады. Келесі менде компрессор тұр. Келесі CLA Vocals. Бұл плагинде бізде эквалайзер бөлімі, компрессор бөлімі, және де кішкене реверб бөлімі бар. Бұлардың бәрі не үшін керек? Яғни сіздің әншіңіз немесе өзіңіз өлең айтқанда минуспен бірге сіздің құлағыңызда комфортный звук болу керек. Ол ең басты мақсат. Сіз әншіге комфортный звук жасау керексіз. Яғни әнші микрофонға өлеңін айтқан кезде өзінің құлағында жағымды сезіну керек. Мен мысалға записті осылай жазамын. Сізге қалай ыңғайлы, өзіңізше осылай плагиндерді құрып алсаңыз болады. Жазып алғаннан кейін бұл плагиндерді өшіріп тастауымызға болады. Достар, мысалға біз келесі бір записті жазып алдық дейік. Көріп отырғандарыңыздай менде көптеген дорожкалар бар, және осы дорожкаларды өзімізге ыңғайлы етіп жинайық. Бірінші менде әрқашан lead vocal. Бұл бірінші ямының қайырмасы, екінші дроптың қайырмасы. Дроптың қайырмасын ямның қайырмасын үстіне алып барайық. Ол үшін жай ғана мышканың сол жақ кнопкасымен баса отыра көтеруге болады. Немесе менде оңай горячий клавиш бар. Ол 8 клавиатурадағы. Ал екіні басатын болсақ, керісінше астыға түсіреді. Және қосымша екі бэк вокалды да белгілеп алайық. Мышканың оң жақ кнопкасымен және 8-ді баса отыра бэк вокалдардың каналына апарайық. Керек емес 3 дорожка бар. Delete. Өшіріп тастай берейік. Бұл жерде қосымша бэк вокалдар, және Alt тастай отыра мышканың сол жақ бөлігімен керек емес бос айтымның жерлерін қияйық.
және де Ctrl-ды баса отыра мышканың сол жақ бөлігімен керек емес айтемдерді белгілеп алайық. Және клавиатурадан Delete кнопкасын басамыз. Және де осы айтемдерге бірден Fade in және Fade out жазайық. Ешқандай клик болмауы үшін. Келесі куплетті де жоғарыға алып барайық. Ол үшін 3 айтемді белгілейміз мышканың оң жақ кнопкасымен және 8-ді баса отыра бастапқы каналға алып барамыз. Керек емес 3 дорожканы өшірейік. Remove tracks. Дәл осылай біз өзімізге ыңғайлы пространство жасап алдық. Reaper'дің ішінде келесі мелодайндарды қолданып, әрі қарай жұмысымызды жасай беруге болады.